Сәлеметсіздер ме? Мені тыңдап отырған барша жандар. Бүгін химия пәнінен бір пайдалы біліммен сусындайтын боласыздар. Мүмкін сіз 8-ші сынып оқитын оқушы шығарсыз, мүмкін 11-ші сынып ұбт-ға дайындық үстінде жүрген оқушы шығарсыз, мүмкін 10-ші сыныпта оқитын оқушы шығарсыз. Мен білмеймін, бірақ та сізге мен барынша пайдалы болуға тырысамын. Ең алдымен ниетімізді жаңалап, бисмилля деп сабағымызға кірісейік. Сізге хайырлы білім болсын, мен сізге пайдалы ақпарат беруге барынша көмек қолын созбақпын. Ендеше тақырыпқа кірісейік. Тақырып бізде ерітінділер. Ерітінділер жалпы біздер 8-ші сыныпта химияда өткізетін негізгі тақырыптардың бірі. Бұған байланысты алдағы уақытта есептерде шығаратын боламыз. Ең алдымен ерітінді дегеніміз не? Соған тоқталып кетейік. Ерітінді бүгінгі сабақта ерітінді түрлері және ерігіштік ұғымымен танысатын боламыз. Ерітінді неден тұрады? Ерітінді бізде мысалға біздер шай ішкен кезде оған шай құямыз. Мысалға да мына жерге біріншісі шай деп жазайын. Шай құямыз. Оған енді бізге тәтті дәм беру үшін оған бізде қант саламыз, иә? Қант саламыз. Қант деп екінші стаканға қант саламыз. Шайға қант қосқан кезде бізде не шығады? Тәтті шай. Тәтті шай. Тәтті шай шығады, иә? Тәтті шай. Бізде мына жерде тәтті шайды былай жаттап алуға болады. Қазақтар мында тұрмысқа шығайын деп жатқан қызға тәтті шай береді, иә? Барша жақын жуықтары жаңағы тұрмысқа шығатын қызды шақырып алып тәтті шай береді. Сол арқылы біз жаттап алуға болады. Енді біз неге мынаны шай, қант деп айттық? Яғни бізде шай дегеніміз бізде мына жерде ерген шай дегеніміз еріткіш болып табылады. Шайымыз, қантымыз еріген зат болып табылады. Нәтижесінде бізде тәтті шайымыз ерітінді. Сонда бізде ерітінді неден тұрады екен? Еріткіш пен еріген заттың қосындысынан тұрады. Бізде еріткіш ретінде көбінесе біз суды қолданамыз. Мына жерде шайды қолданып тұр, иә, біз. Сонда біз ерітінді дегеніміз не екен? Еріткіштен және еріген заттың қосындысынан тұратын қоспа болып тұр, иә? Осыны ұғып алуымыз қажет. Ең алдымен ерітіндінің анықтамасын осылай береміз. Енді ерітіндінің түрлеріне тоқталатын болсақ, ерітінді түрлері қанықпаған, көріп отырсыңдар, иә? Қаныққан және аса қаныққан деп үшке бөлінеді. Енді қанықпаған дегеніміз қалай? Қаныққаннан айырмашылығы қандай деген сұрақ туындауы мүмкін. Мысал үшін біздер 100 грамм ерітіндіде деп, мысал үшін 100 грамм ерітіндіде деп барлық заттарды қарастырамыз да. 100 грамм суда, 100 грамм суда осындай грамм, жаңағы 40 грамм тұз еріді, немесе жаңағыда қант еріді деп, жаңағы шайда осындай қант еріді деп аламыз, иә. Қанықпаған болса, осы 100 граммда ол қанша ерігені бізде белгісіз. Ол 40 грамм болуы, ол 60, ол 90 грамм, мысал үшін оны былай деп алуға болады. Біз мысал үшін аш болған жағдайда біз тамақ жегіміз келеді, иә? Ол бір нан жегеннен біз қарнымыз тоймайды. Ол 2 нан жеуіміз мүмкін, 3 нан жеуіміз мүмкін, яғни оның белгілі бір шегі жоқ. Аш адамды осылай бізде қанықпаған ерітінді түрінде алып қарауға болады. Ал қаныққан дегеніміз қалай? Қаныққан дегеніміз ол 100 грамм ерітіндіде, 100 грамм ерітіндіде мысал үшін 40 грамм осындай еріген зат бар десе, уже бізде түсінікті. Бұл қаныққан ерітінді. Өйткені 100 граммның ішіндегі 40 граммымыз уже бізде белгілі уже. 40 граммы қаныққан. 40 граммы бізде белгілі сан ретінде көрсетіліп тұрады. Қаныққан ерітінді болса, осылай сан мәні беріледі. Осындай мөлшерде осындай еріген зат бар. Бұл қаныққан ерітінді. Яғни бұны жаңа қонаққа барған кезде белгілі бір уақытта, мысалға біз тамаққа тойдық.
Мысалы үшін біз жедік, жейтін тамағымызды, біздің асқазанымыз уже тойды деген сигнал берді миымызға, иә. Біз уже ол кезде уже қаныққан ерітінді болады. Ал енді аса қаныққан дегеніміз не деген сұрақ туындауы мүмкін. Яғни аса қаныққан осы 100 грамм жаңағы ерітіндіде 41 немесе 45 грамм еріген жаңағы ерітіндіміз бар десе, уже жаңағы қаныққаннан асып кетті. Қаныққаннан шегіне шығып кетті. Біз мысалы үшін тамаққа тойып тұрып, бірақ көзіміз тоймай тамақ жей береміз ғой. Мысалы үшін біз уже асқазанымызда керісінше әсер етіп жатыр, бірақ біз тоймаймыз. Андай көздің тойымсыздығы болып жатыр. Ол уже аса қаныққан ерітінді болып табылады. Жалпы түсіндік қой, иә? Қанықпаған десе, онда белгілі бір мөлшері жоқ. Қандай мөлшерде бізде еріген зат екені белгісіз. Қаныққан десе, белгілі бір сан мәні бар, жаңағы осындай мөлшерде қаныққан деп жаңағы мөлшері көрсетіледі. Аса қаныққан десе, сол қаныққан мөлшерден асқан жағдайда біз аса қаныққан ерітінді деп айтады екенбіз. Ал концентрлі дегенге тоқталатын болсақ, концентрлі дегеніміз, мысалы үшін 100 грамм ерітіндіде, мысалы үшін 70 грамм тұз бар дейді. Мына жерде 100 граммның 70% тұз, уже неше 30% су болады, сұйық зат болады, иә? Сонда 70% судан, сұйық заттан уже көбірек болса, қатты затымыз сұйық заттан көбірек болса, ол концентрлі. Ал сұйытылған болса, керісінше онда судың мөлшері көп болады. Керісінше 70% су, 30% қатты зат болуы мүмкін. Және сұйытылған ретінде былай қарастыруға болады. Мысалы үшін біз бір кесе су, бір шыны, бір ыдысқа, бір стаканға су құямыз, иә? Су құямыз да, оған мысалы үшін 7 қасық тұз саламыз. 7 қасық тұз саламыз. Біз ауыз шаюымыз керек, иә? 7 қасық тұз салдық ма? Тұз салдық қой 7 қасық. Сол кезде ол суымыз қатты ашып кетті. Біздің аузымызды тұзды сумен шайған кезде, ауыздағы тісіміз қанаса, ол тұзды су біздің аузымызда микробтар тазартып, тістің қанағанын басады ғой. Енді сонымыз қатты ашып кетті, біз аузымызды шай алмай қалдық. Енді ол не істейміз? Ол стакандағы суды екінші бір стаканға, мына стакандағы суымызды екінші бір стакан аламыз да, жартысын құйып аламыз, мына стакандағы суды. Сосын үстіне қайтадан тағы да тұштыру үшін тағы бір су құямыз, иә? Бұл ерітіндіні сұйылтылған деп атаймыз. Яғни белгілі бір сұйылту әдісі қолданылып тұр. Осы арқылы біз анықтап алуға болады екен. Сонда біз ерітіндіні қалай ажыраттық? Концентрлі және сұйылтылған. Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Келесі. Сонымен қатар осы ерітінділерді біз көптеген тұздардың, жерде көріп отырсыңдар, бұл жалпы 8-ші кластың химиясында осындай ерітінді деген тақырыпта берілген. Кітаптан қарап, мынаны толыққанды өздерің жаттауға болады. Алдағы уақытта тапсырмалар беріледі. Ал енді ергіштік дегеніміз, ол белгілі бір 100 грамм немесе 1000 грамм деп келеді. Көбінесе 100 грамм есептерде келеді. 100 грамм суда осындай, мына жерде 100%-ға дейінгі градустар көрсетіліп тұру керек. Мына соңғысы 100% деп алуға болады бізде. Міне 10 градус, астында тұрғандар градус 20 градус, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 болып кетеді. 100 градус деп аламыз. Және де онда қанша грамм, мына жерде екеуін қиылыстыру арқылы 10 градуста, мысалы үшін калий нитратын қарайық та, калий нитратының сызығын біз ең алдымен сызып алайық. Мына жерде қарап, көк сызықпен тұр, иә? Бұл калий нитратының бізде қисық сызығы ергіштігі. Яғни 100 грамм суда қанша тұздардың ергіштігін білу үшін осыларды, мысалы үшін 10 градуста болса, мына қисық сызықты калий нитратымен қай жерінде қиылысып тұр, соған келтіреміз. Міне 10 градуста осылай. Мына жерде сонда былай қиылыстырғанда, мына примерно 20-ға жетпейді, 20-ға жетпейді. Бұл калий нитраты, примерно калий нитратының сонда 10 градустағы бізде шамасы
калий нитраты. Оның ерігіштігі неше болып тұр? 18 грамм болып тұр. 18 грамм. Сонымен қатар, осылай етіп қалған тұздарды анықтауға болады. Осылай етіп қиылыстырамыз. 10 градустан, сосын 20 градуста калий нитраты қанша болады? Қараңдар. Мына жерде неше болады екен? Сонда 30-ға жетпейді тоже, да? 20 градуста. Мына жерде сызып аламыз былай. М, 28 примерно 28 болады. 20 градуста калий нитраты 28 грамм болады. Енді сол осы ерігіштігіне байланысты бізде тұздар жақсы еритін, міне көріп отырсыңдар, иә? Жақсы еритін, аз еритін және ерімейтін болып бөлінеді. Мына аз еритін және ерімейтін. Яғни ол жақсы еритін дегеніміз не? Ол жаңағы 100 грамм суда 10 граммнан артық ерісе, уже мынау жерде 18 грамм деп тұр ғой, сондай бір 10 граммнан артып кетсе, оны жақсы еритін тұздарға айтамыз. Аз еритін болса 100 грамм суда 0,1 мен 1 граммға дейінгі аралықты қамтиды. Және ерімейтін болса 0,1 граммнан төмен болуы керек. Осы ерігіштік кестесін пайдалана отырып, бізде басқа да тұздардың ерігіштігін байқауға болады. Ал енді қорытындыласақ, ерітінді деген не? Біз ерітінді дегенімізді жаңа айттық. Не еді ерітінді дегеніміз? Неге не қосып едік? Қантқа, шайға қант қостық, иә? Шайға қант қостықта нәтижесінде не алдық? Еріткішке, яғни шайымыз бізде еріткіш. Оған қант қосамыз. Қантымыз деген еріген зат. Еріген затты ез деп қояйын да. Нәтижесінде не алынды бізде? Ерітінді алынды. Ерітінді дегеніміз неден тұрады екен? Сонда еріткіштен және еріген заттан. Бізде еріткіш ретінде көбінесе қолданылады. Су есептері де келеді бізде. Ерітіндінің қандай құраушылары еріткіш және еріген зат деп аталады дейді. Ерітіндінің қандай құраушылары еріткіш? Жаңағы шаймен бізде нені айттық? Шайымыз біздің не болды? Еріткіш болды. Қантымыз еріген зат болды. Сосын нәтижесінде не? Тәтті шай алынды. Тәтті шай. Сонда шайымыз бізде еріткіш. Қантымыз еріген зат. Агрегаттық күйлеріне байланысты қандай ерітінділер бар дейді. Бізде агрегаттық күйлеріне байланысты жалпы агрегаттық күйлер қатты, сұйық, газ болып бөлінеді. Газ күйіндегілерге бізге нелер жатады? Ауа жатады. Ауа деген бізде қандай газдардың қоспасы еді? Азот, 8, оттек 21%, және көмірсіз газы 0,1% және де қандай инертті газдар болады. Осылар газ жаңағы ауа дегеніміз газ күйіндегі жаңағы ерітіндіге жатады екен. Сонымен қатар сұйық, сұйыққа айтып кеттік, белгілі. Ацетонды айтуға болады немесе. Ацетон дегеніміз жалпы бізде қыздар жағы білетін шығармыз, қолымызды лакпен бояймыз. Ол өте зиян, негізінен дәрет өтпейді, жаңағыдай микробтың бәрі жиналатын негізгі орны осы тырнақтың асты болып табылады бізде. Сондықтан да бұны қолданбағанымыз жөн, бірақ та енді жаңағыдай бізде лакты кетіріп, немесе лагымыз түсіп қалып, жартылай қалып қалған жағдайда біз лакты түгелдей кетіруге тура келеді. Сол үшін біз не пайдаланамыз? Жидкость. Ол жидкостьтің құрамында, яғни ацетон болады. Ацетон деген алдағы уақытта органикалық қосылыстарды өткен кезде толығырақ өтетін боламыз. Негізінен осы ерітінді, сұйық ерітінділердің біріне жатады. Және де қатты күйіндегі ерітінділер бар бізде. Қатты күйіндегілерге ол металдың құймаларын жатқызуға болады. Металдың құймалары. Ергіштік кестесіне қарай отырып, жақсы, аз еритін, ерімейтін заттарға мысал келтіріңдер. Бұған енді бұл сендерге тапсырма, тапсырма болсын. Жаңағы кестеге қарайсыңдар да, қалған қышқылдар, қалған тұздар бар ғой, түрлі, анда көрсетілген.
сол тұздарға мысал келтіресіңдер. Тапсырма. Қандай ерітінділер концентрлі және сұйытылған деп аталды? Бұл да жаңағы өз ойларыңды мен жаңа түсіндіріп толыққанды айтқан болатынмын. Енді сендер өз ойларыңды айтып жазып өтерсіңдер. Бұл да сендерге тапсырма. Судан басқа қандай заттарды еріткіштер ретінде қолдануға болады? Жаңа айтып кеттім да, ацетон. Судан басқа енді ол да сендерге тапсырма. Ацетон бар деп айттым. Одан басқа тапсырмалар сендер тоже кітаптан қарап, ізденіп, осы тақырып сендерге қызық болса, тауып айтарсыңдар, жазарсыңдар. Сұйытылған ерітінді қаныққан бола ала ма? Сұйытылған ерітінді ол қаныққан болмайды. Жаңада мен сұйытылған ерітінді туралы толыққанды айтып өткен болатынмын. Бірақ әрі қарай толықтырып, не үшін болмайтынын өздерің іздеп табарсыңдар. Өздерің тауып көріңдер. Жақсы, осымен сабақ аяқталды. Енді бұл сабақ сендерге пайдалы, түсінікті болса, өз пікірлеріңді жазып, кері байланыс беріп өтерсіңдер. Жалпы бұл жаңа білімді игеру өздерінің бір жаңа қырларында ашуға себеп болады. Және де ұбт-ға дайындалып жатқан оқушылар үшін бұл курстан кері байланыспен осылай курс оқысаңдар, ол өздеріне бір пайдалы болмаса, пайдасы көп болмаса, зияны жоқ. Және де өздерін толыққанды бір тұлға ретінде, осылай химия пәнінің маманы ретінде танығыларың келсе, жаңа білімді игеруден ешқандай қашудың қажеті жоқ. Сендер